Құрметті достар, бүгін біз қытырлақ бафли дайындайтын боламыз. Қараңыздар, қандай керемет әдемі шыққан. Үй жағдайында дайындап көрсеңіздер болады. Шайға да және қонаққа да дайындап ұсынсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай әдемі, көрінісі де әдемі. Өте дамды қытырлақ бафлилар. Үй жағдайында міндетті түрде дайындап көріңіздер. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, шекер, ванильный сахар, ұн, сүт және сұйытылған сливочный май. 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ. Венчиктің көмегімен жасауға болады. Жақсылап араласты. Енді осыған шекерімізді салып тағы да араластырамыз. Енді ванильный сахарымызды саламыз. Дәмін өте әдемі, керемет қылады. Бұны салуды ұмытпаңыздар, өте дәмді қылады. Енді сұйытылған сливочный майымыз. Суытылған және жақсылап араластырып. Оған сүтімізді құйып, ұнымызды бөліп салып араластырамыз венчикпен. Құрметті достар, егер рецепттерінің барлығы описанияда көрсетілді. Егер де көбейтіп, азайтып істеуге болады. Бұл 4-5 қонақ күтуге арналған. Бұл көп мөлшер шығуы мүмкін, өйткені 1 қасықтан салып пісіреміз біз. Әр вафлиміз 1 қасық, ас қасықпен өлшенеді. Ұнымызды жақсылап араластырамыз. Ешқандай камушка қалмау керек арасында. Түйіршіктер қалмау керек ұнның. Қараңыздар, венчиктің көмегімен қандай жақсы араласып жатыр. Ешқандай миксер қажет емес. Барлық ұнымызды саламыз. Міне дайын, қараңыздар, міне. Қатты сұйық емес, орташа сұйықтығы. Өйткені қасықтан ағып кетпеу керек. Сәл ғана болу керек. Менің бұл жерде вафельницам ескілеу болып көрінуі мүмкін. Көп қолданған вафельница, қараңыздар, қызғанын осылай көрсек болады. Алдын ала қыздырып қоямыз. Бірінші салмасына осылай май жағып аламыз. 1 қасықпен өлшеп салынады әр вафли. Қараңыздар. Осылай сәл ғана ортасын жаямыз, қатты басамыз. Барлық вафлимізді осылай 1 қасықпен салып отырамыз. Сіздердің егер вафельницаларыңыз жаңа болса, қатты крышкасы жабылуы мүмкін, ол кезде бұндай бу шықпауы мүмкін. Меніңкі сәл көп қолданылған, сондықтан осылай буы сыртқа шығады. Міне вафельницамыз дайын болды. Қараңыздар, бетін ашып көріп отырамыз вафельницаны, күйіп кетпес үшін, өйткені бұны өлшенген уақыт жоқ. Бетін ашып көргенге ол ешқандай ештеңе болмайды. Қараңыздар, қандай әдемі шығып жатыр. Қалыңдығы да барлығы. Бұл вафельницаны алған кезде арнайы
орайтын құрал саймандарыңыз болса, соның сыртына орап, болмаса осылай қолмен орап істесеңіздер болады. Жаңадан піскен кезінде, ыстық кезінде жақсы оралады. Одан кейін сәл соғса, ол қытырлап сынып кетуі мүмкін. Міне осылай бір қасықтап салып отырамыз. Мен 3 түрлі жағдайда орап көрсететін боламын сіздерге. Қараңыздар. Өте тез піседі. 2-3 минутта пісіп қалады. Бетін ашып қарап тұрыңыздар. Міне осы 3-ші жағдай. Түрлі қылып орасаңыздар болады. Өз еріктеріңізде. Міне қараңыздар, қандай әдемі шығып жатыр. Ыстық кезінде осылай орап алуымыз қажет. Міне 3 түрлі жағдай. Орап шықтым мен. Қараңыздар, өте дәмді бафлилар шықты. Қонаққа да, шайға да өте дәмді. Ерінбей жасап көріңіздер. Қараңыздар, рецептің бәрі көрсетулі. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Түрлі рецепттер шығатын болады. Қараңыздар, өте керемет трубочка.